Сәлем достар. Бүгін біз FK Mobile'дағы режим испытанияны орындайтын боламыз. Өткен видеомда негізі біріншісін орындағам. Ол кезде 80 обыштық жаңа составпен ойнап ем. Қазір өзімнің негізгі составыммен ойнайтын боламыз. Ал кеттік. Сауда воскресенье күндер ғана, сенбі жексенбі күндер ғана осындай режим испытания ашылады, бірақ кейбіреулерге мықты игрок түсіп кетеді, ал кейбіреулерге жай біз сияқтыларға 90 обыштықтан ондайға таса түсе бермейді. Білмеймін, енді көреміз. Нетсемен ойнап көрдік. Алдыңғы жолда 80 обыштық қып составын ойнап көргенмен де 90-дық игроктан әрі салмадық. Ал мені інім бар, ода 94-тік, 95-тік игроктар түсіп кетеді. Өткені білмеймін, кейде аккаунтқа да байланысты шығар мүмкін. Көретін боламыз кәнді. Хоппа, қол жіберген бірге. Болмады. Негізі мына жақта Пелені қарап отырсаңыздар. Негізі маған көп игроктар түсе бермейді, бірақ Криштиану Роналдуны алдыңғы видеомда көрген болсаңыздар, обменнен түсіріп алғанмын. Ал Пелені 90-97-лік пак ашатын жақтан түсіріп алғам, сатылмайтын игроктан. Сондықтан Пеле сатылмайды. Маған 93-92-лік игрок түспесе де жаңағыда. Бірақ Криштиану Роналду сияқты, Пеле сияқты игроктар түсіп кетті. Жақсы болғанда. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Гол забивают мяча и отправляют соперника в очень быстрый нокаут. Крученый күшті тебе Саллах. Классный мяч нам повторяет. В первую очередь тут стоит обратить внимание, как он здорово сыграл корпусом. Никого к мячу не подпустил и отправил мяч в сетку. Забиться. Себастьян Алле. Дортмундская Боруссия осталась без мяча. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Пеле. До конца игры 7 минут. Теперь отбирать мяч у соперника придется. И мяч потерян. Мохаммед Салах. Забивать нужно! Хорошо сыграл вратарь и добрался до мяча первым, несмотря на такой прессинг. Ал бізде бірінші ойын аяқталуға жақын. Бұл жақта мен комментатор болып отырайын ба, бірақ орысша комментаторның өзі жақсы. Бұл жақта комментаторлар бар. Араб тілінде, орыс тілінде, басқа тілдерде, бірақ қазақша комментатор қосып қою керек сияқты. Сол кезде ойын болмаса да комментария жыртатын сияқты. Ал кеттік, екінші ойынды көретін боламыз. Негізі мен бұл жақта, достар, осыны аяқтап болғаннан соң мүлік жіберіп алмаңыздар. 93-тік, 94-тік аммен шыққан екен. Соны ашатын боламыз. 3-90-ды игрокты салып тұрып сатып аламыз да 90 игрокты. Сөйтіп ашатын боламыз. Сөйдіп андасында қосылып қойып өтейіні. Бұл жақта Роналдоның ударына беріп тастаған. Роналдоның удары мощный алып. Ал Пеленді ударына берген. Бұл жақта Саллах пен Сон Химменге скорс берген. Негізі екі краймен жылдам жүгіріп кету үшін. Екі краймен жылдам жүгіріп берген. Ал Ламберт дегендерге пас сондайларды. Ол жерде өтересіз ғой, рейтинг. Сол кезде беріп тастайсыз. Сөйтіп, негізі екі крайдан жүгіретіндерді скорсын беріп тастаған жөн. Ортасындағы нападающиге удар берген жөн. Өткені екі крайдан шығарып беріп, сөйтіп өстіп салып қойда саласы.
Ну и дела. У нас ничья. Это самый настоящий гимн командному настрою и мастерству. Лэмпард. Никола Барелла. Мяч снова у парижан. Ди Марко. Фрэнк Лэмпард. Хакан Чалханоглу. Федерико Ди Марко. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Лука Модрич. Мохамед Салах. Можно забивать. И это гол! Просто не понимаю, как они смогли отыграться и выйти вперед теперь. Фантастика просто! Потрясающий проход и великолепное завершение. Здесь все сумел сделать в одиночку и отправил мяч в ворот. Игра продолжается. Счет 3-2. Хакан Чалханоглу. Фрэнк Лэмпард. ПСЖ в итоге остается без мяча. Мохамед Салах. Пошли последние полчаса игры. Лаутаро. Маркюс Тюрам с мячом. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. И покидает мяч штрафную. Никола Барелла. Роналду ведет за собой команду в атаку. Криштиану Роналду надо решать. Зомер здорово сейчас сыграл. Крайне опасный момент был. Ох, как классно вратарь сыграл пару секунд назад. С очень сложным ударом он отлично справился. Да, вот сейчас он без проблем мяч себе забирает. А вот несколько секунд назад по-геройски сыграл и спас свою команду от пропущенного мяча. Парижане вернули себе мяч. Фрэнк Лэмпард. 15 минут до конца основного времени матча. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тюрам. Генрих Мхитарян. Ну что, последний шанс отыграться. И на этом атака завершается. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Можно забивать тут. Никола Барелла. Генрих Мхитарян. Фрэнк Лэмпард. Есть вариант развития атаки. Джереми Фримпонг. Пас перехвачен, теперь надо бежать в оборону. Все, времени больше в этом матче не остается. Пари Сен-Жермен празднует победу. Очень непростая победа с минимальным счетом. В таких матчах все может решить небольшой перевес. Сегодня это и получилось. Ал екінші ойында тәмам қазақша айтқанда. Ал енді үшінші ойынды көретін боламыз, достар. Финал бұл жақта жүздік общдық пен шығатын боламыз. 3-0 есебімен. Лайк басып тіркеліп комментарий жазыңыздар. Сегодня комментируют Константин Генич и Георгий Черданцев. Мы Тағы бір айта кететін мәселе. Қаншама рет абмен аштым, қаншама рет
Здорово, что вы жаңағыдай снова на 80 футболе. Я не вижу свободных оштықтан мест на трибунах. 97 Команды оштыққа будут дейін играть ол да бар. потрясающей 85-тен атмосфере. 97-ге дейін, 88-97-ге дейін, бірақ Вратарь ондай намертво аса забивает қатты мяч. игроктар түсе бермеді. Анда-санда 90-да игроктар сондай-ақ түсті. Как неудачно Алайда играет вратарь. кейде сирек жаңағыдай Роналду сияқты, Пеле сияқты игроктар түсіп кетті. Айтып отырмын, жол болғанға байланысты. Пеле. Бірақ Криштиану ашай Роналду. бергендер үшін Хорошо, может атака түсіп пойти кетуі де дальше, есть ықтимал. на кого сыграть. Түспейді деп. Негізі мен бұл жақта ФК Мобайлды Алексис өз-өзіме Макалистер. айтатын, Собослай. алып сатармын. Қай жағынан Теперь в білесіз атаке ме? уже соперник Мен будет. игроктарды жиі ауыстыратынмын. Мысалға, Какого бұдан команда алдыңғы обыграл? составымда Ничего себе. 4, И это 3, просто 1, шедевр. 2 состав болған. Қазір мен 4, Тем 3, временем у нас 3 3-1. атакаға қойдым. Демек мен Холландтың 99-лығы бар еді, оны сатып Криштиану жібердім. Роналду. 96-лық Де Брюйне бар еді, Салах. оны сатып жібердім де. Элва, Леви мен правый вингерді алып алдым. Может что-то получится Саллахпен из этого. сонды. И Өйткені анада Еще дұрысқанда один ойын они болмай забивают, кетті. и всего один мяч Ал остается қазір до ничьей. Криштиану Кажется, Роналдуның завелись. Так, голын ну, көріп отырсыздар. просто. Смотрим еще раз этот гол. Не Криштиану успевает здесь реагировать голкипер на мощный удар. Роналду. Здорово. Мінекей фу етіп. Айтып отырмын, Криштиану Роналдуның удары мощный. Счет 3-2, смотрим дальше. Негізі 95-тік Роналду да бар, 94-тік Роналду екеуін салыстыратын болсақ, тек скорсынан Мохаммед Салах. 95-тік Роналду алатын болар, бірақ қалған бүкілінен 94-тік Роналду. Атака прервалась на басым подступах түседі. штрафной. Сіздерге кеңесім, екеуінен қайсысын алатын болсаңыздар, 94-тігін алғандарыңыз үшін. Мяч потерян, надо перестраиваться. Өйткені мощный, Есть өзіме поддержка ұнайды здесь. Роналду. Сондықтан алдым, түсіріп алдым. Сатқан жоқпын бірақ. Мохаммед Салах. Собослай. Гакпо. Луис Диас. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Алексис Макалистер. На этом первый тайм заканчивается. Судья отправляет команды на перерыв. Будет интересно посмотреть на игру ПСЖ во второй половине встречи. Пока что парижане уступают, но отставание минимальное. Они терпеливо ищут свой шанс, продолжают играть в пас и ждать подходящий момент. Мяч у Салаха. Что он придумает? Все четко вратарь делает. Удар получился не самым опасным, но и голкипер не теряет концентрацию. Уверенно и надежно он играет, что и требовалось доказать. Блан с мячом. Криштиану Роналду. Не дал сопернику довести атаку до завершения. С мячом игрок Пари Сен-Жермен. Салах. Может он сравнять счет? Гол! Вот это характер! Они отыгрывают отставание в 3 мяча. Далеко не в первый раз сегодня они начинают с центра поля. Впрочем, о сопернике можно сказать то же самое. Луис Диас. Коди Гакпо с мячом. Нет, не дошел этот пас до адреса. 2/3 матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Сон Хэн Мин. Не было на него давления, просто мяч потерял и все. Салах. Собослай. Александр Арнольд. Доминик Собослай с мячом. Коди Гакпо с мячом. Алексис Макалистер. Теперь мячом владеет Пари Сен-Жермен. Пас на Роналду. Отличный момент есть. И мяч в воротах. Это просто фантастика какая-то. Смотрим повтор забитого мяча. Как же классно в этом моменте Мо Салах разобрался с защитником.
И, конечно, игра Роналду в этом моменте. Как он смог из-под такого прессинга выбраться, да еще и пробить, да еще и забить. Мастер, конечно. Луис Диас. Это Алексис МакАлистер. Он четко играет в своей штрафной, чистый отбор. 15 минут до конца основного времени матча. Мяч у Ливерпуля. Отлично в отборе сыграно, аут. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому Забивать тут надо. И правильно, долой мяч из штрафной. Отличный перехват, и он заканчивает атаку. Собослай. Алексис МакАлистер. Время заканчивается, и Ливерпуль идет в свою последнюю атаку в этом матче. Всего 1 минута добавлена к основному времени. Сон Хын Мин. Криштиану Роналду. Пеле. Эндрю Робертсон. Ал аяқталды үшінші ойынымызды 4-3 есебімен. Ал кеттік. Кім түсеткен. Аха, бірінші жіберейік. Да, кім түсет? Кумир. Аргентина. Нападающий. Дэвис. Ойлап едім. Негізі 95-тік 97-лік еуроқтар түсіп кетсе деп ше. Ну ладно. Қайда бұл түскенді мүмкін дұрыс болды ау деймін. 89 еуро түсіп қалғанда не болады еді, 87 түсінбейді, 88 еуро, 89 еуро, әлі 90 еуро түсті. Ал енді біз аммен ашу үшін 90 еуроқтан та екеу алайық, тевесті тік жібере саламыз. Сөйтіп 93-тік 94-тік еуроға ашатын боламыз. Ал кеттік. Так осы еуроқты алсақ па, елде бұлтында арзандары бар ма екен, көрейік. Негізі осындай ашатын кезде еуроқтан барлығы қымбаттап кетеді. Қымбаттан енді көп адам сұрап кетеді. Негізі ал мен жабылғаннан кейін сататын адамдар көйіп кетеді. Негізі мүмкін F-Mobile'ның бұл жағына істеп отырғанда жөн шығар. Кейде сатылмай кететін кездерде болады ғой, еуроқтарды. Мүлде саталмай кетесің. Солындай кезде сатуға жақсы мүмкіндікті 93-94 еуроқтарын ашып. Тағы да 3 еуроқтан тігіп, еуроға азайтады ол жақта. Көрдіңіздер ме F-Mobile'да тактикасы. Еуроға азайтады. 3 өтігет 93-94-тіктен бірі алады. Неге 2 еуро алды, 2 еурода қойылмады? Сат жібере саламыз. Басқа еуро алайық. Негізі қойылу керек еді, қойылмады бірақ. Әрі-бері көрдік, болмады. Сат жібере салайық. Не істейміз? Басқа еуро алайық. Болмайды, қойылмайды. Екіншісіне сат жіберейік қазір. Сөйтіп, тез алып алмасақ ше, негіз тағы да көп адам сұрап кетеді, деп потом алу сәл ұзақтау кетеді, ұзақ күтіп қаласың. Мен таназамен түсіріп жатырмын, қазір дауысым кішкене қырылдап, жаңағыдай басқаша болып шығып жатса, айып етпеңіздер. Ал кеттік. Арзан еуроқтардан көрейік. О, 40 адам. Негізі бұлай алып қоя берсек те болады, бұлай уақыт күтеміз. Берулерін күтеміз, уақыт. Соны қиынмейін дейді. Көп адам сұрап отыр екен.
адам сұрап кетіпті уже. Басқа адам жоқ па не? Неге жоқ? Ривалдо да тоже. Вообще көп адам жоқ. Яқта 20 жеткен надан 2 алып қоя сала екен. Тағы адам іздеп көре салайық. Егер сатылып жатқан болса, ала салатын бірден. Кім бар өзі? Левандовский ше. Ливан, көп адам Неста ше. Тоже. Пюль ше. Пюль сатылып жатыр екен. Пюльді алып қалай кетіпсек, әзір көп адам сұрап кетеді сөйтіп. Одан да айырылып қаламыз. Өш қаран кетіп бара жатыр адамдар. Алтығы риск алынған шығар өш. Алында неке. Қазір 93-тік 94 игру ашатын боламыз. Мен осыдан Роналдоны түсіріп алған болатынмын. Криштиану Роналдо. Ал енді кім сөйткенімізге кеттік көретін боламыз. Сіздер де осылай рисковать етіп ашып көріңіздер. Негізі күшті игроктар түсіп кетіп жатады. Ұзақ загрузка болды ғой бір раз. Мақты игрок түсетін сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ал кеттік. Кім түседі бізде? Тоти? Кария. Сызы. Кемменже. Жақсы. Әдемі. 17 лем тұрады екен. Бірақ бұны 999 плюс адам сатып атқан болар. Анташ көрікші. Осыдан көп ашатынмын. Ондай қатты игрок түсе бермейтін, бірақ. Негізі Кимменжен составыма да қойып қойсам болады. Кішкене Маскаренамен көтеріп сапшы. 94-95 2 Маскарена. Сосын 96-ға 2 Маскарена кетеді. Сөйтіп 96-лық қойып қойсам болады екен. Енді бұл жақта ондай қатты игроктар түсе бермейді басқа жерлерден. Составын бағана көріп кеттіңіздер ма? Мен бағана осы Қытай Новый годынан түсіріп алған болатынмын. Пелені. Сіздер де көріңіздер. Негізі сатылмайтын болса да Пеле арзийтті. Ақтайды өз-өзін. Басқа игроктар более-менее. Лайк басып, комментарий жазып тіркеле кетіңіздер. Қазақша контент қолданыңыздар.